Сары май тарихтан бері ата-бабамыз күнделікті тұрмыста қолданып келе жатқан қоректі қуаты мол, шипалық қасиеті зор, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан қасиетті азықтардың бірі. Бұл күндері осы киелі астың қадірі кетіп, таза, табиғи қасиетінен айырылып барады. Сары май өзінің қоректі құны мен адамзаттың қажетін қанағаттандырып қалмастан, шипагерлік саласында да өзіндік рөлін әйгілеп келеді. Мысалы, адам денесінде қан қоюлық байқалса, таңертеңгі аста сары майды қалыпты деңгейде тұтынса, денедегі қан түйіршіктерін ыдыратып жібереді екен. Сары майды үздіксіз тұтыну қан қоюлық ауруының алдын алып қана қоймай, қантты несеп ауруына ем болатын шипалы дәрі есептеледі. Әсіресе қазақтар ерте кезден сары майды пайдаланып, буын ауруын емдеп келген. Мұнда буын қабыну ауруына тап болған адамның буына сары май салынған қарынды тарту арқылы емдеген. Іші қатқан ересек адамдар мен сәбилерге де сары майды ерітіп ішкізіп отырған. Қазақ шипагерлерінде жара болған орынға сары майды ерітіп жақса, жарақаттың аузын жұмсартып, ауырғанды басып, тез қалпына келуіне көмектеседі екен. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы, құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Біреулер сары майды денсаулыққа қауіпті тағам десе, енді біреулер сары майды өте пайдалы деп жазады. Ендеше төменде дерліктей тоқталайық. Құрамында сары май минералды заттарға өте бай. Оның құрамында калий, кальций, натрий, фосфор, селен, магний, темір, мырыш, мыс және марганец бар. Оған қоса витамин А, Е, К болып түрлі витамин молынан кездеседі. Дей тұра сары майдың құрамындағы май адам ағзасына қажетті шамадан 2,5 есе көп екендігін ескеру керек. Осы жағдай холестеринге де қатысты. Әйел ағзасына холестерин жетіспеген кезде бұл оны бедеулікке алып барады. Оған қоса май аздау тұтыну етеккір тоқтау уақытын жақындата түседі. Ал сары май болса холестеринді толықтайды. Күнделікті қажетті мөлшерде сары май қосқан адамның ағзасында кішкентай жаралар жазыла бастайды. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға сары майдан бас тартпаған жөн. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Сары май адамның иммундық жүйесін күшейтіп, белсенділігін арттыра түседі. Сары май кез келген адамның күнделікті рационның ажырамас бөлігі. Сары майдағы холестериннен қорқып, оны өсімдік майларымен алмастырған жандар неден қорқалады? Сары майдың пайдасы қандай? Жылу мен күш-қуат. Сары май сүт майының концентрациясы болып табылады. Ал май бірінші жылудың қайнар көзі. Майдың бұл қасиеті әсіресе суық кезеңде өте пайдалы. Сары май әрине калориясы өте жоғары. 100 граммда 730 кал. Оған қоса майлары ағзаға оңайлықпен сіңеді. Бірақ сары майдың бұл қасиеттерінде өзіміздің пайдамызға асыруға болады. Таңғы ас құрамына дәстүрлі нан мен май бутерброды өте орында. Бұл тіпті арықтап жүретін қыздарға да артық болмайды. Күніне 30 граммнан артық емес май сіздің салмағыңызға еш әсер етпейді. Дәрумендер сары майдағы А, Д, Е, К дәрумендері терінің жұмсақтығы, шаштың әдемілігі мен тырнақтың саулығына үлкен әсер береді. Мысалға айтсақ, А дәрумені майлардың арасында тек осы сары майда бар. Күніне желінген 50 грамм май көз бен сүйек саулығына кепіл бола алады. Иммундық жүйені жақсартатын майды суық маусымда 60-70 граммға дейін көбейткен дұрыс. А дәрумені байланысты май тыныс мүшелерінің ішінен майлап жөтелді емделуді тездетеді. Ал Е дәрумені қан тамырларын тазалап, берік қылады, шаршағандық сезімін басады. Көңіл-күй бәрімізде де шоколад құрамында бақыт гормоны, серотонин бар екендігін білеміз. Алайда бұл гормон сары май құрамында да бар екендігін біле бермейміз. Серотонин тек көңіл-күйді көтеріп қана қоймай, ұйқыны реттеп, ауру сезімін, аштықты басалады. Ми жұмысты, сүттің майлары адам ағзасындағы жасушалар алмасу үшін өте маңызды. Бұндай қосылыстар әсіресе мида көп. Сары майдан толықтай бас тарту ми жұмысындағы қиындықтарға әкеле алады. Бұл ақыл-ой мен ой өріске зиян тигізуі мүмкін. Холестерин ұғымын бұрыннан бері денсаулыққа зияны бар зат деп санаймыз. Бірақ қажетті мөлшерде холестерин ағзамызға өте қажет. Ағзаның холестериндегі қажеттілігін басу үшін сары майды күніне 30 грамм шамасында қабылдау керек.
ем болсын. Видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.